Қадиша, мынау қандай сан сен жазған? 5. 5 сан. Ал қазір жазып жатқан сан қандай? 5-тен кейін қандай сан болады? Ал? 6. Дұрыс, 6. Енді бері қараш, Қадиша. Қадиша, мына суретке қараш. Қадиша, суретке қара. Мына жерде бізде қандай сурет бар? Ананас. Ананас. Ананастың түсі қандай? Қоңыр сары дейміз, иә? Қоңыр сары. Мына жерде неше ананас бар? 1. Бір ананас бар. Дұрыс айтасың. Ал енді ары қарай кеттік. Ал мынау не? Қалай ойлайсың? Мынау не? Слива. Слива, дұрыс айтасың. Мына жерде неше слива бар екен? 2. Қане санаймыз. 1, 2. Ал түсі қандай? Түсі қандай? Қалай ойлайсың? Орысша айта бер. Орысша айта бер. Сары. Сары емес. Ал мына жапырақтың түсі қандай? Қараш. Зеленый. Зеленый. Қазақша қалай болады? Жапырақ. Жасыл. Жасыл. Неше мына жерде слива бар? 1, 2. Барлығы неше слива? 2 слива. Ары қарай кеттік. Я люблю сливу. Өте жақсы. Мына жерде не мынау? Лимон. Дұрыс айтасың. Лимонның дәмі қандай болады? Кислый. Иә, қышқыл болады, иә? Қышқыл. Мына жерде неше лимон бар екен, санаймыз ба? Да. Сана. 1, 2, 3. Барлығы неше лимон? Барлығы 3 лимон. Дұрыс айтасың. Ал түсі қандай? Сары. Сары түсі, дұрыс айтасың. Лимонның түсі сары. Өзі немене қышқыл келеді екен. Ал мына жерде не бар екен? Мынау не? Қандай жеміс мынау? Сен жақсы көресің бе бұны да? Орысша айта бер. Орысша айта бер. Алмұрт бұл. Армур. Алмұрт. Орысша қалай болады? Армур. Груша болады мынау, иә? Я грушу люблю. Мынаның түсі қандай? Сары, дұрыс айтасың. Ал енді санап көрші, қанша алмұрт бар екен сенде? 1, 2, 3, 4. Неше барлығы, неше алмұрт бар бізде? 3. 3 па? Қара қайта сана. 1, 2, 3, 4. Барлығы қанша? 4, дұрыс айтасың. 4 алмұрт бар екен. Келістік. Ары қарай не бар екен қара тағы? Лимон. Тағы лимон бар екен. Қанша лимон мына жерде? Сана. Много. Много, дұрыс, көп дейміз, иә? 1, 2, 3, 4, 5, 6 лимон бар екен. Түсі қандай? сары. Дұрыс. Ал мына жерде міне 6 сен жазып жатсың, иә? Міне қалай жазылады 6? Міне бұлай 6 жазылады. Бүгін біз сенімен 6 лимонды қарастырдық. Мына жерде 5, мына жерде 6 санын жазып жатырмыз. Келістік па? Есіңде сақтайсың ба? 6 лимон, 6 саны. Міне, мынау 6. Жақсы. Рахмет.